Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай сырты қытырлақ, іші сондай нәзік жұмсақ картофельден жасалған драниктердің жасалу жолын көрсететін боламын. Өте оңай, үйдегі бар ингредиенттермен жасалады. Ең алдымен картоптарымызды тазалап, ашып, жуып алатын боламыз және үккіштің үлкен көзінен өткізетін боламыз. Осы картофельден жасалған тіске басарлар өте дәмді, балалар бірден жеп қоятын болады. Мінекей картофельдерімізді өткізіп алдық. Енді пиязымызды ұсақ көзінен өткізетін боламыз. Осылайша екі ингредиентімізді үккіштен өткізіп алғаннан кейін бір дана жұмыртқамызды салып, және татымына қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзымызды салып араластыратын боламыз. Және де жақсы бірігуі үшін 1,5 ас қасықтай ұн қосып жіберсеңіз жеткілікті. Мінекей осылайша барлығын салғаннан кейін қолдың немесе қасықтың көмегімен дұрысынан араластырып алатын боламыз. Және де қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, және де 1 ас қасықтан дөңгелек пішін беріп, қоспаларымызды салып, екі жағын қызартып тұрып қуыратын боламыз. Отты орташа отқа қойсаңыз болады, себебі бірден қызарып кетпес, ортасы пісуі қажет болады. Және де бір ескерте кететін құпиясы, бұл драниктерді пісірген бойда бірден ыстықтай өзіңізге ұнайтын соуспен жеп алсаңыз болады. Себебі сәл тұрыңқыраса қытырлақтығы кетіп қалады. Біздің үйдегілер көбінесе қаймақпен жегенді ұнатады. Ал сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген соуспен дәм татсаңыз әбден болады. Мінекей қараңыздаршы, өте қызарып, қытырлап тұрып күшті болып пісті ғой. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады, үй ішіңізді қуантуға асығыңыз. Және де, егер де менің рецептім осындай видеоларым ұнайтын болса, міндетті түрде өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіз де жасап көріп, өз жанұяңызды қуантуға кеңес беремін. Сондай қытырлақ, іші жұмсақ драниктер осылай жасалатын болады.